Өміріңді өзгертетін 3 құпия. Байлыққа апарар жол. Көп адам бай болуды армандайды, бірақ аз адам сол байлыққа апаратын нақты жолды түсінеді. Байлық тек ақша емес, ол ойлау жүйесі, әдет және дұрыс шешімдердің нәтижесі. Төмендегі 3 құпия өмірін түбегейлі өзгерткен адамдар қолданатын негізгі принциптер. Ойлау жүйесін өзгерту байлықтың бастауы. Бай адамдар мен кедей ойлайтын адамдардың айырмашылығы ең алдымен ақшада емес, ойда. Кедей ойлау: ақша жетпейді, менде мүмкіндік жоқ, басқалар ғана бақытты. Бай ойлау: мен қалай табыс таба аламын, мүмкіндік қай жерде бар, мен үйреніп өсемін. Сен қалай ойласаң, өмірің солай қалыптасады. Ойың өзгермей, өмірің өзгермейді. Күнделікті әдеттер болашақ байлығыңның іргетасы. Байлық бір күнде келмейді, ол күнделікті жасалған кішкентай әрекеттердің жиынтығы. Күн сайын жаңа нәрсе үйрену, уақытыңды босқа өткізбеу, ақшаны дұрыс жоспарлау, кіші болса да тұрақты табыс көзін құру. Сенің бүгінгі әдетің ертеңгі өмірің. Егер адам күн сайын өзін дамытса, бір жылда оның өмірі мүлде басқа деңгейге көтеріледі. Ақшаға емес, құндылыққа жұмыс істеу. Көп адам ақша табу үшін жұмыс істейді, ал бай адамдар құндылық жасау арқылы табыс табады. Қарапайым мысал: біреу уақытын сатады, екіншісі өнім, қызмет, идея жасайды. Қанша адамға пайда әкелсең, сонша ақша саған қайтып келеді. Сондықтан сұрақ: мен кімге қандай пайда әкеліп отырмын? Байлықтың 3 құпиясы: ойлау жүйесін өзгерту, күнделікті әдетті дұрыстау, құндылық жасауға көшу. Егер осы 3 қағиданы өміріңе енгізсең, нәтиже міндетті түрде өзгереді. Байлық сәттілік емес, дұрыс бағыттағы тұрақты әрекет.